Бүгінгі видеода овуляция санауды үйренеміз. Овуляция санау барлық әйел адамдарға білуі қажет болып табылады. Өйткені етеккір циклінің қай күндері тез жүкті болуға болады, қай күндері жүктілікке сәйкес келеді. Немесе жүктіліктен сақтанатын болсаңыз, осы күнтізбелік әдіс арқылы сақтанатын болсаңыз, ол кезде қай күндері жыныстық қатынасқа түсуге болады, қай күндері қорғану қажет, қай күндері қорғанбай түсуге болады, соны білу үшін қажет. Бірақ бұл овуляция арқылы жүктілікті жоспарлау және жүктіліктен сақтану тек етеккір циклы регулярды түрде келетін, ретті түрде ай сайын 28 күндік немесе 30 күндік, 26 күндік болсын, тек ретімен келетін қыз-келіншектерге арналады. Енді овуляцияны қалай санаймыз? Егер сізде етеккір циклы 28 күндік болатын болса, мысалы ең бірінші етеккіріңіз 1 наурызда келген болса, ал одан кейінгі келетін етеккіріңіз 28 наурызға сәйкес келсе, онда сіздің етеккір цикліңіз 28 күнді құрайды. Ал енді осы 28 күннің ішінде овуляция қай кезде сәйкес келеді, қай кез қауіпсіз күндер болып табылады, оны анықтау үшін осы 28 күннен 14 күнді алып тастаймыз. Яғни 1 наурызда сізге етеккір келген болса, онда одан 14 күнді алып тастасақ, 14 наурыз сізде овуляция күні болып табылады. Осы күні аналық безден жұмыртқа жасуша шығуы мүмкін. Осы овуляция күнінен 3-4 күн және овуляциядан кейінгі 1 күн қоса алғанда 4-5 күн сіздің жүкті болу мүмкіншілігіңіз жоғары болып табылады. Яғни сізде фертильді күн болып табылады. Тағы бір мысал, егер сізде етеккіріңіз 10 наурызда келетін болса, және сіздің етеккір цикліңіз 28 күн болса, келесі етеккіріңіз сізде 8 сәуірде келеді. Осы 8 сәуірге дейінгі аралықтан 14 күнді алып тастаймыз. Сонда бізде ол 24 наурызға сәйкес келеді. Яғни осы 24 наурыз шамамен овуляция күні деп есептесек, одан 3-4 күн бұрын және 1 күн кейін осы күндер 5 күн шамамен сізде жүкті болу мүмкіншілігі жоғары болып табылады, яғни фертильный күндер болып табылады. Бірақ бұл нақты жүру үшін сіз деген әрбір ай сайын жаңағы календарға әрбір етеккіріңіз келген күннен бастап белгілеп, циклды белгілеп, солай ара қашықтықты белгілеп, неше күндік екенін белгілеп жүру қажет. Сол кезде ғана ол анық толық ақпарат бере алады және ол етеккір цикліңіз сізге ретті түрде келу қажет. Және овуляция болатын кезде бұдан да басқа белгілер болады. Ол қынаптан бөлінетін бөліндінің түрінің өзгеруі. Яғни ол крем тәрізді болады және созылуға бейім болып табылады. Оның түсі шикі жұмыртқаның ақуызына ұқсас болып келеді. Осы кезде сізде овуляция жақын дегенді білдіреді. Және сонымен қатар жаңа омыраудың ісінуі және сезімталдылық жоғарылайды. Сонымен қатар осы овуляцияның алдында андроген гормондарының жоғарылауына байланысты әйел адамдарда либидоның жоғарылауы болады. Яғни жыныстық қатынасқа деген құштарлығы арта түседі. Ол осы овуляцияның белгілерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар температураның көтерілуі және әйел адамда энергияның көп болып, жаңа көңіл күйінің жақсы болуы осы күндерге сәйкес келеді. Енді өзімізде етеккір циклын кезеңдермен қарастыратын болсақ, етеккір циклы кейбір мәліметтерде 4 кезеңнен тұрады дейді, ал кейбіреулерде 3, ал кейбір жерде 2 кезең деп бөліп қарастырады. Негізі ол фолликулярлы кезең, овуляторлы кезең, лютеинді кезең және менструальды кезең болып табылады. Бізде фолликулярлы фаза мен менструальды фаза бір уақытта басталады. Яғни ол етеккір циклында етеккірдің ең бірінші келген күнінен бастап екеуі қатар бірге жүреді.
фолликулярлы кезең бізде шамамен 14 күнге созылады, яғни ол фолликулярлы кезеңде аналық безде көптен фолликулалар дамып жетіледі. Бұл кезде жаңағы фолликула стимулдаушы гормон жоғары деңгейде болады. Осы гормонды осы етеккір циклының 2-3 күндері тексерген дұрыс. Осы фолликула стимулдаушы гормонның әсерінен көптен фолликулалар пісіп жетіледі, бірақ солардың ішінде тек доминантты, яғни үстем фолликула ғана аналық клетканы бөліп шығарады. Осы аналық клетка шыққан күннен бастап ол овуляция, яғни аналық клетканың ұрықтануға дайындығы, яғни сперматозоидты күтіп тұруы. Бұл тек аналық жұмыртқа жасушасы тек 24 сағат қана ұрықтануға бейім болып табылады. Аналық жұмыртқа жасуша тек бір күн ғана ұрықтануға бейім болғанымен, бізде сперматозоидтар 3-5 күн тіршілік ете алады. Сол себепті осы овуляция дейінгі 3-4 күн, 5 күнге дейін, немесе осы овуляциядан кейінгі 1 күнді қоса алғанда, әр айда бізде 4-5 күн жүктілі болу мүмкіншілігі жоғары күндер болып саналады. Овуляция фазасынан кейін бірден лютеинді фаза дамиды. Бұл лютеинді фазада көбіне ұзақтығы тұрақты болады, 14 күнді құрайды шамамен. Лютеинді фаза егер ұрықтану болған болса, жатырды ұрықтың орналасуына дайындайды, ұрықтың қоректенуіне жатырды ішкі қабатын эндометрий дайындайды. Егер ұрықтану болмаған болса, онда осы жатырдың дайындалған эндометрий қабаты сылынып түседі де келесі етеккір циклы пайда болады. Осылайша цикл қайталанып жалғасып тұра береді. Бірақ бұл жүктіліктен сақтануға 100% кепілдік бермейді, себебі овуляция әр әйелде кез келген күні болуы мүмкін, және сперматозоидтар да 7 күнге дейін организмде сақталуы мүмкін.